Сәлем барлықтарыңызға. Егер сіздер бір ғана тағам жасай беруден жалықсаңыз, осы тағамды жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызға кішкене ғана суымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, осындай жұмсақтау қылып қамыр елейміз. Міндетті түрде қамырларыңыз бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан соң қамырымызды жұқалау қылып жайып шығасыздар. Ет асқан кезде немесе манты жасаған кезде соның қалыңдығындай болуы керек. Мінекей мен осылай қамырымды жайып шықтым. Жақсылап жайылған қамырымыздың ортасына сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағуға тырысыңыздар, өйткені пісіру барысында бір-біріне жабысып қалмау үшін. Одан кейін мантоваркамызды осылай майлап аламыз. Бір шетінен кесе отырып, осылай жан-жағына тағы да майымызды жаға отырып, мантоваркаға салып шығамыз. Осы орайда міндетті түрде суды қайнатып қойыңыздар. Қайнап тұрғаннан соң осы қамырларымызды жарты сағаттай пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз пісіп дайын болам дегенше, біз қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды, етімізді салып, қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне пиязымызды салып, тағы да сарайғанша 5 минуттай қуырып аламыз асты орташа отта. Одан кейін үстінен томатымызды қосып, тағы да араластырып қуырамыз. Оның үстінен сәбізімізді, 4-5 туралған картопымызды салып, дәміне қарай тұзын салып, кішкене ғана суды құйып, етіміз жұмсарғанша бетін жауып, асты баяу отта пісіріп алатын боламыз. Суды қатты көп құйып қоймаңыздар, 20 минуттай пісіріп аламыз. Осы орайда біздің қамырларымыз дайын болып пісіп шықты. Осылай мен ажыратып, суытып қойдым. Суығаннан соң қамырларымызды бірнеше бөліктерге лапшаның размеріне, яғни көлеміне сәйкес бөліктерге бөліп шығамыз. Біздің етіміз дайын болды. Енді туралған қамырымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минуттай бұқтырып аламыз. 5 минуттан кейін біздің тағамымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.